Сәлеметсіздер ме, балалар? Осы жер ғажайып білім әлемі ме? Иә, Буратино, дұрыс таптың. Бұл жерде тек білімді балалар ғана болады. Мен өзімнің алтын кілтімді жоғалтып алдым. Балалар, маған кілтімді тауып алуға көмектесіңдерші. Ал мен сендерге менің тапсырмаларымды орындасаңдар, мына 4 түсті шарларды сыйлыққа тартам. Бір жылда неше мезгіл бар? Дұрыс. Көктем, жаз, күз, қыс. Бұл шарлардың түсі де сол 4 мезгілді белгілейді. Бұл шарлардың түсі қай мезгілді білдіреді? Дұрыс. Бұл жасыл түс, шөптердің түсі сияқты. Табиғат көктемде оянып, жер беті жасыл шөпке толады. Ағаштар бүршік жара бастайды. Бұл шардың түсі қандай? Дұрыс айтасыңдар, қызыл түс. Қызыл түс қандай жыл мезгілін білдіреді? Қай уақытта гүлдер қызыл түске боялады? Иә, қызыл түс жаз мезгілін білдіреді. Жазда гүлдер қызыл түске боялады, күн ысиды. Бұл түс қандай жыл мезгілін білдіреді? Дұрыс, күз мезгілін білдіреді. Себебі күзде ағаштардың жапырақтары сарғайып жерге түседі. Жер беті сары кілемге ұқсайды. Ал мына шардың түсі қандай? Дұрыс, балалар, ақ. Бұл түс қандай жыл мезгілін білдіреді? Иә, дұрыс, бұл шар қыс мезгілін білдіреді. Қыста жер қандай болады? Дұрыс, балалар, қыста қар жауып, жер әппақ болады. Ал балалар, біз Буратиноның бірінші тапсырмасын орындайық. Бұл 4 бұрышты. Неге 4 бұрышты деп біз атаймыз? Кәне, 4 бұрыштың қабырғаларын бұрышын санайық. 1, 2, 3, 4. Қабырғалары 4 екен. Бірге менімен қосылып қайталандар. 1, 2, 3, 4. Бұрыштары да 4. 4 бұрыштың 4 қабырғасы және 4 бұрышы бар екен. 4 бұрыштың түсі қандай? Дұрыс, көк. Ал екінші тапсырма орындайық. 3 бұрышты неге 3 бұрыш деп дейміз? Бұрыштар мен қабырғаларын санайық. 1, 2, 3. Бұрыштары 3. Бірге санаймыз, балалар. 1, 2, 3. 3 бұрыштың 3 қабырғасы, 3 бұрышы бар екен. 3 бұрыштың түсі қандай екен? Дұрыс, балалар, сары. Ал енді Буратиноның 3-ші тапсырмасын орындаймыз. Балалар, шеңбердің бұрышы бар ма? Дұрыс, балалар, шеңберде бұрыш болмайды. Ал шеңбердің түсі қандай? Иә, қызыл. Балалар, Буратиноның 4-ші тапсырмасы. Заттар қандай геометриялық пішіндерге ұқсайды? Ойын ойнау. Мына суреттерге қарап, 4 бұрышқа ұқсас заттарды тауып алайық. Дұрыс, 4 бұрышқа ұқсастары сағат, дәптер және лего ойыншығы. Енді 3 бұрышқа ұқсас заттарды тауып алайық. Дұрыс, балалар, шырша, ойыншық пирамида, қарбыз. Ал шеңберге қандай заттар ұқсайды? Иә, балалар, доп, қызанақ, тәрелке. Шаршадыңдар ма, балалар? Онда сергіп алайық.
мінеки Буратино, бұл сіздің кілтіңіз. Біздің балаларымыз көптеген тапсырмаларды орындау арқылы сіздің кілтіңізді тауып берді. Алақай, енді менің кілтім табылды. Рахмет сендерге балалар. Сендер маған алтын кілтті табуға көмектестіңдер. Көптеген тапсырмаларды орындадыңдар. Ендеше мен сендерге өзімнің шарларымды сыйлыққа тарту етемін. Сау болыңдар балалар. Сау бол, Буратино. Балалар, кім бізге қонаққа келді? Буратино, дұрыс балалар. Қандай пішіндермен таныстық? Дұрыс балалар. Шеңбер, төрт бұрыш, үш бұрыш. Балалар, Буратиноға қандай көмек көрсеттіңдер? Дұрыс, кілтін таптыңдар. Қандай ақылды менің балаларым. Ал енді біз қоштасамыз. Сау болыңдар.